Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қайнатуды қажет етпейтін, банкіге жауып жүрмейтін өте дәмді тәбет ашарлық чертополоқтың рецебімен бөлісемін. Әр өңірде әртүрлі атап жатады, кобра, огонек деп те атайды. Осы рецептпен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші, осы помидорларымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Етті қызыл помидорлардың болғаны дұрыс. Помидорларымызды жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін ет тартқыштан өткізгенге ыңғайлы болу үшін 3-4 бөлікке бөліп және де керек емес жаман жерлерін алып тастаймыз. Барлығын осылай бөліп тазалап алғаннан кейін сіздерге түсінікті болсын деп мен осылай барлығын өлшеп алдым. Менде осындай тазаланған помидорлардан 9,5 килограмм помидор шықты. Барлығын өлшеп алып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Помидорларымызды өткізіп алғаннан кейін жуып тазаланған сарымсақтарымызды, яғни чесноктарымызды да осы ет тартқыштан өткіземіз. Және де мен осындай хрен жапырақтарын және де ащы бұрыш қосатын боламын. Хрен тамыры болмаса осындай жапырақтарын қосуға болады. Және де осындай огонек деп атайды. Осындай кішкентай ащы бұрыштарды қосып жібересіздер. Егер де қатты ащы болғанын қаламасаңыздар, қоспауға да болады. Енді тартып дайындап қойған помидорларымыздың үстінен тұзын салып, тұзын татытып аламыз. Тұзды шетінен қоса отырап, дәміне қарай қосатын боласыздар. Мен бастапқыда осындай үлкен қасықпен бір қасық қосып жақсылап араластырып көріп, дәмі кішкене болмағандықтан, аздау болғандықтан тұзы тағы да осындай бір қасық қосып жақсылап араластырып алдым. Енді осының үстінен ет тартқыштан өткізілген сарымсақ, хрен жапырағы және де ашты бұрыштарымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мен чертополоққа тәтті бұрыш қолданбаймын. Барлығын біркелкі жақсы араласқанша жақсылап араластырып аламыз. Және де 1 литрына 1 аспириннен осындай аспирин салатын боламыз. Мен бұл жерде 9,5 килограмм болғандықтан 1 пачкасын бірден салдым, яғни 10 таблетканы салып, жақсылап араластырып, бір түнге бетін жауып, салқын жерге қойып қоямыз. Және де осы уақыт аралығында 1-2 рет араластырып қойды ұмытпаңыздар. Міне бір түн өткеннен кейін мен чертополоғым осылай әп-әдемі болып тұр. Барлығы аспириндері еріген. Енді бұларды пластикалық баклажкаларға құятын боламыз. Баклажкаларымызды жақсылап жылы сумен жуып алуды ұмытпаңыздар. Мен осылай лейканың орнына осындай баклажканы кесіп, осылай қолданып жатырмын. Тез өтеді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ашымайды, атылмайды. Осылай салқын жерде сақтасаңыздар болады, немесе холодильникте де сақтауға болады. Қою тағамдармен өте дәмді тәбетіңізді ашатын болады. Егер де сіздерге менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Ақбота.